Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Өзіңде бармен көз құрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Абай атамыздың 31-ші қара сөзінде былай деген балалар. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болу керек. Екіншіден естіген нәрсені немесе көрген нәрсені естігенде немесе көргенде бір нәрсені ғибратлану керек. Тұшынып, көңілденіп, есте сақтау керек. Үшіншіден, естіген нәрсені немесе көрген нәрсені бірнеше қайталап, ойланып, оны бекіту керек. Төртіншіден, ой кеселдерінен аулақ болу керек. Ой кеселдерімен егер жолға қалатын болса, одан жаңағы сақтанып жүру керек. Ой кеселдеріне неге жатады? Уайымсыз, салғырттық, күлкісіздік, ойыншылдық, я бір қайғыға берілу, немесе құмарлық жатады. Осы айтылған 4 нәрсе ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер болып табылады. Ой, осы жердің ауысы бір ұнайды да. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің, Арай қалмай. Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Мен осында сізге көмектесуге жүріп. Не істеп жатсыз? Қандай гүл? Шырай гүл, біз көктем кезінде отырып жатырмыз осы гүлдаған. Неге бәрін жеке-жеке отырғызып шығып жатсыз? Былай жалпы отырғызып болмай ма? Бұл гүлдердің астына қойып тұрсын, тамырының арам тамырды алып тастаймыз. Сосын өзін отырғызамыз мына жерге. Арам тамырмен өсуге болмайды, өспейді ол кезде. Арам тамыр алып тастамай отырғызып салсақ не болады сонда? Ол кезде шырмалып жан-жағында гүлдердің бәрін өсірмей қояды. Сондықтан арам тамырды алып тастау керек. Бұл да бала сияқты, мысалы баланы да ең кішкентай кезінде оны тәрбиелейміз, мысалға жаман жақтарын жақсыға тәрбиелейміз, сол сияқты бұл гүлдерді осы арам тамырын алып тастап жақсыға тәрбиелеген сияқты қыламыз. Бұл тілі жоқ табиғат десек те болады бұны. Енді сіз балаға тәрбиелеп жатсыз ғой, теңеп жатсыз ғой. Жалпы осы баланы тәрбиелеуде өзінен баста дейді ғой. Жалпы адам мұғалім қандай болу керек? Тәжірибелі мұғалімсіз ғой, өзіңіз ойыңызбен бөліссеңіз. Арайым ең бірінші көркем мінезім болу керек. Адамгершілігім мол болу керек. Мейірімді болуым керек. Бәр нәрсе өзіңе байланысты. Өзің мейірімді, адамгершілігің мол болса, қандай жер болса, сондай жерге кереметтей немен жарқ етіп көзге түсесің, сыйлы боласың. Адамның хайуаннан айырмашылығы не? Біздің ойлау қабілетіміз бар. Тағы? Ақылымыз бар. Дұрыс, тағы? Сөйлейміз, тіліміз бар, е? Тағы? Ойымыз бар. Ой бар, және сана бар, е? Өте жақсы балалар, өте жақсы. Ендеше бізде, сіздерді мысалы жастарымызда, біз міне сабақта қазір айтып жатырмыз, гормондар, яғни жыныстық дамудың екінші кезеңі басталады екен. Гормондар жақсы дамиды екен. Гормон әсер ете ме?
көңіл күйге? Мысалы, қандай әсер етуі мүмкін? Қандай әсер етуі мүмкін? Біз ренжуіміз мүмкін, қуануымыз мүмкін. Бір нәрсеге қатты Қызығуымыз мүмкін. қызығу. Осы қызығуға байланысты, Камила, сен қандай өлең жолдарын айта аласың ба айтамын? Ғашықтық пен құмарлық ол екі жол, құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, мен не болсам болайын, сен аман бол. Жалғаса аласың ба осы өлеңді? Ғашықтық кесешін ер бойында алып, жүзектер бізбек алып қолданып, тұлабой тонар суын әмірдесте, дәмен есе өшкенер күйіп жаным. Өте жақсы. Осы өлең жолдарында айтылған балалар, ғашықтық, құмарлық пен ол екі жол дейді. Құмар болу жай ғана бір нәрсеге қызығу, қызығу, сыртынан қарап қана. Мысалы, бір киімге қызығып қалу, бір жақсы көлікке, телефонға қызығу. Ал құмар болу деген, ол нақты құмар болу оған. Кітапқа құмар болу, білімге ғашық болу, ата-ананың жаңағы мейіріміне ғашық болу, басқа достарыңа ғашық болу, осы ғашық болу болады. Ғашық болу саналы түрде ме, әлде құмарлық саналы түрде ме? Құмарлық па, ғашықтық па? Ғашықтық саналы түрде. Ол сізде өмір бойы жүрегіңізде қалады. Солай ма? Ал құмарлық болса, ол жай ғана нәпсіге еру дейді. Балаң ұрпағың сені қадірлеу үшін өзің де қадірлі бол. Балаңды еркелет, оқыт, сауатын аш, тәрбиеле. Өмірдің ағы мен қарасын ажырата білетіндей халге жеткіз. Міне сонда өзің де марқаясың, өзгеге де сүйкімді көрінесің. Хақ аладан тілеу, арамдық пен аш көздіктен аулақ болу, саналы болу, өмір ағымы дараланған жол. Осы жолмен балаң, ұрпағың жүрсін десең, осы жолды бірінші өзің ұстанған жөн болады. Қағазақ әуел бастан тәрбие тал бесіктен деп бекер айтпаған болар. Балам білімді болсын десең, тәрбиелі болсын десең, өзіңе мән бер. Себебі балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны ілетіні белгілі. Өздерің жақсы білесіңдер, ғылым менен білім қазіргі заманда, бұрынғы заманда да өте бізге адамзатқа қажет болған. Сол білім менен ғылымды үйренсек, сол білім менен ғылымды өмірде, өз өмірімізде, отанымыздың дамуына жақсы пайдалана білсек, міне біз үшін, сіздер үшін, келешек ұрпақ үшін осы білім мен ғылымның ең негізгі маңызды қызмет еткен болып есептеледі. Мысалға, Абай атамыздың 32-ші қара сөзінде былай деп жазған: әр хақиқатқа тырысып, ыждағатыңмен көзің жетсе, соны тұт, сол білімді тұт, сол ілімді тұт, өлсең айырылма. Егер де ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, онда кімге қажеті бар, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Нұрима, біз Абайдың, оның ішінде Абай айтады, мақтаншақтық, жаңа өтірік айту, сұраншақтық, сол сияқты нәрселер бір адамның бойындағы ең жаман қасиет. Адам ертең сен өмірде есесің ғой, сол кезде сен сондай қылықтар жасамауың керек. Өйткені ол адамның несіне, табиғатына, мысалы сенің табиғатына ол келмейтін жаман әрекеттер. Сол себепті адам болу үшін сен тек қана ғылымға бағытталуың керек, білуің керек, жаңағы біз айтатын ғой, көйту тәмсізін жатса, кітабыңды оқы деген сияқты. Сол нәрселердің ғана айналысу керек та, жаңағындай сен телефоннан көретін нәрсе, түрлі жаман нәрселерге адам еліктемеу керек. Соған адам өзіне бой алдырмауы керек. Түсіндің ғой? Және біздің Абайдың қара сөздерінде ертең сен етегінде оқысаң, достарыңдан сөйлейді, соны адам өзінің бойына сіңіре. Рахат көрсетер ме? Өзі рахат көрер ме? Яки жұртқа рахат көрсетер ме?
Гүлжан, екінші рет тыңдадық. Қалай әсерің? Ұнаған жерлер болды ма, бір көңіліңе ой салған? Иә, Абай атамыздың 25-ші қара сөзінен өзіме мына сөздерді түйіп алдым енді. Бұл кісі орысша оқу керек, хикметте, малда, өнерде, ғылымда, барлық осы орыста тұр дейді. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады дейді. Орыстың ғылыми өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі дейді. Сол кезде Абай атамыз әсіресе осы орыс тіліне көбірек көңіл бөліп, осы орыс тілін бізге дәріптеген дей ма? Сол кездегі орыс халқының ғылымы алға жылжып, ғалымдары небір жаңалық ашқан кезең болған шығар. Оған дәлел де бар ғой, мұнда тұрған ғалымдарымыз Мечников, Иванов, Сечин, Вавилов, барлығы орыс халқынан шыққан ұлы ғалымдар. Сол кездегі білімнің көзі нағыз жаңағы орыстарда деп есептеймін. Сондықтан да бұл кісі орыстан үйреніңдер, орыстан жаңағы үлгі алыңдар дегендей болып көрінеді. Бірақ енді қазір басқа заман, қазір небір ғалымдар, ғалымдар ағылшыннан, біз қазір үш тілді деп айтып жатыр ғой, ағылшын, қазақ, орыс тілі. Қазіргі білімді үйрену үшін ағылшын тілін оқып үйренуіміз керек. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. Қазір қай елден барып білім аламыз десек те, Жапониядан, Германиядан. Шетелге шықсаң да шет тілін білу керексің дейсің ғой. Иә. Қазір орыстарға қарағанда жаңағы. Өзіңе қандай сөздерді түйіндеп алдыңыз? Маған бір көңіліме ой салған сөз мынау болды. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма дейді. Абай атамыз сол бір кездің өзінде баланың дұрыс қалыптасуына, тұлға болуына баланы оқыту өте маңызды деп. Ғылым керек деп. Ғылым керек, білім керек дейтін сияқты. Енді осыны ғылым білімді оқыту бізге жүктелгенде ғой, біз енді ұстаз ретінде осы ғылымды балалардың бойына сіңірту біздің міндет, біздің мақсат сияқты. Оқу ордасында отырған болашақ өскелең ұрпақты осы ғылымға, білімге жетелеу, баулу біз үшін үлкен бір парыз, борыштай. Жалпы осы қара сөздерді жалпы пікір алмасты, оқыдық, таныстық, сіңірдік бойымызға. Біраз ләззат алған сияқтымыз, ғибрат алған сияқтымыз. Мен сол барысында жалпы менің өзім бір ойымнан бір екі шумақ өлең шығарып едім. Мен соны қорытынды ретінде ұсынып кетейін, сіздерге қарсы болмасаңыздар. Белгілі ғой, дан есімі өшпесі, орны бөлек ұлылық деген көшке осы. Қағидасы қара сөзі ұрпаққа, даналықтың зерделенген кестесі. Абай деп таныр қазақтың байтақ даласын, қара сөздері шарлап қазақ пен әлем арасын. Өзіңдей ғана ұлылық сөздің мәнісі, қара сөздердің мәйегі бойыңа дендеп дарсын.